Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін корундуктың рецептімен бөлісемін. Қарапайым заттардан жасалады, әрі тез дайын болады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздер үшін күнделікті қызықты рецепттермен бөлісемін. Құрамына шұжық, сыр, жұмыртқа, ұн, шекер, тұз, қопсытқыш және шпажкілер керек болады. Ең бірінші сүтімізге шекерімізді қосамыз. 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Келесі өлшеніп алған ұнымызды саламыз және қопсытқышты салып венчикпен барлығы бір келкі қамыр болғанша араластырамыз. Қамырдың қоюлығы дәл осылай болу керек. Сыр мен шұжықтың көлемін бірдей қылып турап аламыз. Қаласаңыз тек шұжықпен жасасаңыздар болады. Шұжық пен сырды шпажкілерімізге қойып аламыз. Шұңғыл ыдысқа сұйық май құйып, толыққанды қызғанын күтеміз. Дәл осылай тексерсеңіздер болады. Ал енді қамырға батырып, қызып тұрған майда орта отта пісіретін боламыз. Пісіру барысында майға салғаннан кейін шпажканы айландыра пісіреміз. Сол кезде қамырымыз бір формада болып шығады. Міне өте қарапайым заттардан жасалған корундук дайын болды. Негізгі рецептінде кукуруз ұнын қосады. Бірақ сіздерге тек қана қарапайым ұнмен жасалатын әдісін көрсеттім. Дәмі өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.